Сіз ұзақ өмір сүрудің ең оңай жолы жай ғана жүру екенін білдіңіз бе? Елестетіп көріңізші, әрбір қадамның жүрек талмасы, инсульт, қан диабеті мен депрессия қаупін 1%-ға азайтады. Сенгісі сияқты, сол емес пе? Бірақ бұл ғылыми дәлелденген факт. Гарвард университетінің зерттеуі бойынша күніне 30 минут жаяу жүретін адамдар орта есеппен 3 жылға ұзақ өмір сүреді екен. Елестетіп көріңіздерші бұл жайлы. Ал Жапонияның Окинава аралындағы ұзақ өмір сүретін адамдардың басты құпияларының бірі, олар күніне кем дегенде 8000 қадам жүреді. Бірақ ең қызығы, жүру үшін сізге фитнес залдың абоненті, қымбат құрал жабдық немесе арнайы дайындық қажет емес, достар. Тек ыңғайлы аяқ киім мен аз ғана уақыт керек сіздерге. Ендеше, қарапайым жүру денсаулығымызды қалай түбегейлі өзгерте алатынын талдайық. Дәрігерлер неліктен оны ең тиімді денсаулық сақтау әдісі деп санайды. Жүру денсаулықтың алтын кілті. Жүру біздің күнделікті өміріміздің бір бөлігі. Бірақ оны саналы түрде әдетке айналдырған кезде денсаулығымызға тигізетін пайдасы керемет. Сонымен жүрек пен қан тамырларының жақсартады. Америкалық жүрек қауымдастығының мәліметінше, күн сайынғы серуен жүрек ауру қаупін 30%-ға дейін төмендетеді. Жүру қан айналымын жақсартады, қан қысымын реттейді және холестерин деңгейін төмендетуге көмектеседі. Келесі салмақты бақылауға көмектеседі. 1 сағат жылдам жүру шамамен 300-400 калория жояды. Бұл 30 минуттық жаттығуға тең. Әр күн 10 000 қадам жасау салмақ қосудың алдын алудың қарапайым әрі тиімді әдісі. Бүгін телефонда болмаса арнайы фитнес браслеттер, болмаса бүгін енді электрондық сағаттар бар. Соның ішінде қадамдарымызды бақылайтын режимдер бар. Соған 10 000 қадамды қосып қойсаңыздар, байқап отырасыздар қанша қадам жүргеніңізді. Аз қадам жүрсеңіз тағырек толығырақ жүруге, серуендеуге болмаса жоспар құруға болады. Осы уақытта мысалы жетпеген қадамдарды жүруге, бүгінгі күнде ол қадамдарды жүріп бітіру керек дегендей. Ертеңгі күнде тағы 10 000 қадам жүру керек екен. Келесі қандағы қант деңгейін тұрақтандырады. Қан диабетімен ауыратын адамдар үшін жүру ең қауіпсіз әрі табиғи емдеу тәсілдерінің бірі екен. Зерттеулер көрсеткендей, тамақтан кейін 15 минут жүру қандағы қан деңгейін, инсулин инъекциясына да тиімді тұрақтандырады. Келесі күйзеліс пен депрессияны азайтады. Жүру кезінде эндорфин мен серотонин бөлініп, адамның көңіл күйін жақсартады. Табиғатта серуендеу психикалық денсаулыққа үлкен әсер ететін ең тиімді терапиялардың бірі. Достар, рас қой, кей кезде ашулы, болмаса шаршаған болған кезде, кішігірім таза ауада серуендеген кезде қандай керемет сезінесіз. Кей кезде жұмысқа баратқанда, болмаса жұмыстан кейін ба, болмаса бір уақытта бөліп, айналаңызда бір саябақтар болса соған барып, талдан арасында ауа кішкене ерекше болады. Құстардың дауысы елестетіп көріңіздерші. Кішігірім жел шаштардың арасынан кетіп өтіп жатқан. Сіз серуендеп келесіз. Қарапайым, ештеңке жайлы ойланбай болмаса, қарапайым кішігірім уақыт жүрсеңіздер, өзіңізді жақсы сезінетін боласыздар. Келесі бұл ұйқының сапасын жақсартады жүру. Қалай ол? Тұрақты жүру режимі ұйқының терең фазасына өту процесін жылдамдатып, ұйқы сапасын жақсартады. Ұйқысыздықпен ауыратын адамдар үшін кешке серуен дәрі-дәрмекке болама болуы мүмкін. Сондықтан дәрі-дәрмектің қабылдаудың алдында қарапайым кішігірім ұйқының алдында серуендеп қайтсаңыздар, сөйтіп кеп жатқан кезде жақсы ұйықтайсыздар. Егер ол кішкене аз көмектесетін болса, гидротерапия деген болмаса кішігірім салқын душ қабылдасаңыздар, енді бұл жазды күні. Ал қысты күні енді қарапайым душ. Денеңіз кішкене жеңілдетіп, ұйқыға жақсылап ұйықтауға көмектеседі сіздерге. Келесі екінші бөлімге көшетін болсақ, достар, қанша жүру керек? Жаңа айта кеткендей 10 000 қадам. Көпшілік күніне 10 000 қадам жүру керек деген қағидаға сенеді. Бірақ бұл сан қайдан шыққанын білесіз бе? Бұл ғылыми зерттеу емес, жарнамалық науқан болған екен. 1960 жылдары Жапонияда бір компания жүрудің насихаттау үшін Менпокей, дұрыс оқыдым ба білмеймін, 10 000 қадам санағыш деген құралғыны шығарған. Бірақ кейінгі зерттеулер көрсеткенде 7 000-8 000 қадам жүру де жеткілікті нәтиже береді. Сонымен қанша қадам жүру керек? Бастапқыда күніне 5 000 қадам. Денсаулықты жақсарту үшін 7 000-8 000 қадам, салмақты тастау немесе спорттық форма үшін
10 000 қадам және одан да көп қажет екен. Қадам санын қалай көбейтуге болады достар? Лифт орнына бастапқыдан көтерілу, жұмысқа дейін бір аялдама ертерек түсіп, жаяу жүру. Бұл қарапайым кеңестер достар, расында. Білем кей кезде уақыт жоқ. Сол үшін өзіңіздің уақытыңызды өзіңіздің қолыңызда ұстаңыз. Бәрін жоспарлаңыз. Жоспарды бүгін емес, кешеден бастап жоспарлау керек достар. Бүгінгі күнде сіз кеше жоспарлауыңыз керек. Қаншада тұрам, қай уақытта не істейін. Сол кезде сіз тек қана денсаулығыңыз жақсы емес, және де табысты болуға бәрін уақытта үлгеруге тырысасыз. Келесі 3-ші бөлім жүруді қалай пайдалы әдетке айналдыруға болады. Көп адамдар уақытым жоқ деп жүруді кейінге қалдырады. Бірақ жүруді күнделікті өміріңіздің ажырамас бөлігіне айналдырудың оңай жолдары бар. Таңертең немесе кешке 20 минуттық серуен жаңа күнді сергек бастаудың немесе кешкі стрессті жеңілдетудің ең оңай жолы. Сіз бұндай жағдайларды тек қана кинолардан көресіз, сол емес пе? Бұл жай ғана бір миф болмаса, бұл қиын жағдай деп ойлайсыз. Ол кинодағы нәрселердің бәрі қайдан алынады? Адамдардың өмірінде. Еуропалықтар ол баяғыдан бері бұндай нәрсені қолданады. Өздерінің күнделігін жоспарлайды. Болмаса арнайы күнделік арнайды да бәрін жазады. Мен қай уақытта мөлшері не істеуім керек екен. Сол кезде онда көп табыстыққа және де денсаулыққа назар аударуға көмектеседі. Жаңа жүруге. Жаяу кездесулер. Досыңызбен кофе орнына саябақта серуендеңіз. Музыка немесе подкаст тыңдау жүруді қызықты өту үшін сүйікті әуендеріңізді қосыңыз. Қадам санағыш қосымшаларын пайдалану күнделікті мақсатыңызды бақылап отыру мотивациясына арттырады. Енді достар, қорытындылай келетін болсақ, қарапайым жүру ең қолжетімді және тиімді денсаулық сақтау әдісі. Ол жүрек қан тамырлары жүйесін нығайтады, салмақты реттеуге көмектеседі, күйзелісті азайтады және ұзақ өмір сүруге ықпал етеді екен. Әсіресе бұндай жағдайлар водительдерге қызық болу керек достар. Өйткені көлік жүргізушілер аздан кешке дейін көлікте жүреді. Өзім де бүгін Тастаевкада жұмыс істеймін, аздан кешке дейін көліктемін. Сол кезде жиі жүруге тырысамын. Кей кезде сағатыма қараймын, қанша мен қадам басқарамды бүгін. Аз қадам бассам, мысалы кей кезде алысырақ көлікті тоқтатамын да Тастаевканы ары қарай жаяу жүруге тырысамын. Бүгіннен бастап жай ғана 5-10 минут серуендеңіз достар. Кейін оны 30 минутқа дейін енді арттырыңыз. Бір қарағанда бұл ұзақ нәрсе болып көрінуі мүмкін, бірақ уақыт өте келе үлкен нәтиже береді және де бұл әдетіңізге айналады да, бұл сізге сүйікті бір уақыттарыңыздың бірі болады. Оны қызығырақ болу үшін жаңа айта кеткендей, музыка болмаса бір подкастты қосуға ұмытпаңыздар. Болмаса бүгін көп адамдар кітап оқысы келеді, бірақ кітап оқуға уақыты жоқ, аудио кітапты тыңдап қоюға мүмкіншілік бар. Сіз бүгін өзіңіз үшін бір қадам жасайсыз ба? Ең бастысы алғашқы қадамды жасау. Бұл сіздерге көмектеседі достар, және денсаулығыңыз мықты болады деп сенеміз. Біздің подкасттарды өткізіп алмаңыздар, тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, сұрақтарыңызды WhatsApp нөмірімізге жазсаңыздар болады. Келесі кездескенше достар, сау, сәлеметті болыңыздар.